galvanize me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I. Assalamualaikum достар. Бүгін біз бөденелерімізге 40 күн толды. Сол 40 күнге толғаннан еркектерін бір 10 шақтысын сойып бастамақшымыз. Бұл бөдененің еті өте пайдалы. Сондықтан бүгін 40 күндік бөдененің еті өте жұмсақ болады. Оны сорпа қылып пішсе де, болмаса қуырса да өте тез пісетін болады. Сондықтан бізден бірге болыңыздар, тамашалайық. Жоқ, соған қосқаймыз. Достар, жалғастырамыз. Біздің жаңағы сойған 40 күндік бөденемізді міне тушт еттік. Сосын қуырдық. Екі түрде жасадық. Бұл жерде міне жаңағы 20 шақты бөдене бар. Бір мына тушкасының өзі 170 граммдай болады. Ал кеттік, бастайық. Бірінші жұмыртқадан бастаймыз. Бөдененің жұмыртқасы қайнаған, піскен. Сырты тез ашылады. Бұл қабығы жұқа болғанмен ішіндегі пленкасы қатты, қалың болады. Сондықтан ашқан кезде өзі тез ашылып кетеді. Ашығаны өте ыңғайлы. Тауықтың жұмыртқасы сияқты емес. Тауықтың жұмыртқасы кейде свежий жұмыртқалар ашылмай қалады ғой. Бөдененің жұмыртқасы өте тез ашылады. Dämdi mi? Dämdi. Süper. Қазір бір жұмыртқадан жеп алайық. Сосын жеп алдың ба сен жұмыртқаңды? Да. Ал кетті. Ішіне жылту да екен. Қайсынан бастайын өзіміз? Мындан. Мынадан? Давай. Сосын мынандай. Опа. Қойдарын салу. Әкел. Мынандай. Мынандай. Мынау деген. Қойды.
иісі деген күшті болып тұр мынаның. Саған. Қыран сарысы. Әдемі піскен. Майға таза қуырылған, балық сияқты. Иісі деген күшті болып тұр. Еті деген кәдімгі қызыл ет, бұлар әлі қатты семіре қойған жоқ. Салмақ қатты жинай қойған жоқ. Майы жоқ әлі. Бәрі кәдімгі қызыл қара кесек ет болып тұр. Ертең бір 50-60 күнге толғанда уже май жинап кететін болады. Пока кішірек болғаннан кейін май жоқ. Бірақ енді еті деген күшті. Марсы бегер. Күшті мынау. Мынау қабығы хрустящий болып тұрған, күштілеп. Бұл енді кішкентай бөдене болғандықтан бұдан балықтың қылтанын шығарғанда кәдімгідей сүйегі де біраз шығады. Бірақ еті деген кәдімгідей калориясы көп болғандықтан тойымды болады. Өзі кішірек болып көрінгенмен, бірақ өте тойымды. Şöyle koyup vereyim. Şey. Bir sağında şey mi? Var. Күшті. Şey, limonмен, мятамен қант қосылған, өте күшті. Нағыз осы тамаққа арналған екен. Şimdi mi? Bu tada. Ne sen kayısı kuştu eкен? Ne kurulan mı? Kuşlandı mı? Kurulan kuştu eкен? Ne kurulan ne oldu eкен? Kanka balık сияқты. Қытырлап. Оның балық сияқты болып қалды оның. Шедевр. Şu bunu кішкене ұнға балық сияқты жаңағыдай не алдық, аунатып алдық. Өте дәмді болады екен. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Бұл бөдененің еті өте пайдалы. Біріншіден, екіншіден
калориясы өте көп, үлкен. Сондықтан бір адамға біреу екеу жегеннен кейін кәдімгідей жеткілікті болып қалады. Жаңа тауық сияқты олай жаңағы калориясы аз емес. Сондықтан бөдененің етін алдырыңыздар, жеңіздер, көріңіздер. Жұмыртқасының өзі кішірек деген болмаса, бірақ бұның да пайдасы өте көп. Тауықтың жұмыртқасынан 4 есе пайдалы, және денсаулыққа да пайдалы. Ол достар, бөдененің етінен алып пайдаланып, үй жағдайында осындай тамақтар пісіріп жесеңіздер болады. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет. Біздің каналға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар бізге. Рахмет сіздерге.